Достар, мына Facebook компаниясының бастығы Марк Цукербергтің айтқан бір қара жеріңізші. Бәлкім, 2025 жылы Meta компаниясында және осы бағытта жұмыс істеп жатқан басқа да компанияларда бізде код жаза алатын, компаниядағы орта деңгейлі инженер секілді жұмыс істей алатын жасанды интеллект пайда болады. Ал ондай жүйе пайда болғаннан кейін, бастапқыда оны іске қосу өте қымбат болады. Бірақ уақыт өте келе оны тиімдірек етуге болады. Содан кейін біз бірте-бірте өз қосымшаларымыздағы кодтардың көп бөлігін, сондай-ақ өзіміз жасап жатқан жасанды интеллектіні адамдар емес, инженерлер жаза бастайтын деңгейге жетеміз. Бұл деген қазір болып жатыр, осы жылы болып жатыр, оған дейін де басталды баяғыда. Жасанды интеллект адамдарды алмастырады да, бірақ толықтай алмастыра алмайды. Бәрібір де жасанды интеллектті қолдана білетін адам керек. То есть, өйткені жасанды интеллектті қолдана білетін адам, ол жұмысты тез жасайды да. Сондықтан сондай адамдар керек. Егер сіз болашақта жұмыссыз қалып қоймаймын десеңіз, міндетті түрде қазірден бастап жасанды интеллект тақырыбына кіріңіз, соны үйреніңіз. Білмейтін болсаңыз, мен жасанды интеллект арқылы қалай ақша табуға болатын, қалай басқа кәсіпкерлерге қызмет жасауға болатын, қалай өзіңнің өміріңде осы жасанды интеллектті қолданып, өміріңді, жұмысыңызды жеңілдетуге болады, сол туралы айттым. Және де стартап, бір бизнес жасауға, бір программа, услуга жасауға да осы жасанды интеллектті қолдансаңыз болады. Осы туралы мен деген көп айтып жүрмін осы блогымда, басқа видеоларымда міндетті түрде қараңыз.